Келесі 382 есебіміз. Сағаттардың уақытты көрсету моделі бойынша бос орындарды толықтырып, тең бөлшектерді жазыңыздар дейді. Алттан бір бөлшегі берілген бөлшектің бөлімінде 12 санын көріп тұрмыз. Яғни 6 саны қандай санға көбейтсек 12 шығады. Соны іздейміз. Сонда 6-ны 2-ге көбейтсек бөлшектің бөлімінде 12 шығады екен. Енді бөлшектің бөлімін көбейткендіктен алымын да көбейту керек. Сонда алымда 2, бөлшектің бөлімінде 12 шығады. Енді бөлшектің алымы 10-ға тең екен. Енді 2 санын қандай санға көбейтсек 10 шығады. Сонда 5-ке көбейтсек 10 шықты. 12 санын 5-ке көбейтсек 60 шығады екен. Келесі 3-тен 1 бөлшек берілген. Бөлшектің алымда 4 тұрғанын байқаймыз. Сонда бөлшектің алымын 4-ке көбейтетін болсақ 4 шығады. Алымын 4-ке көбейткендіктен бөлімін де көбейту керек. Сонда ол 12-ге тең болады екен. Енді 12-ні қандай санға көбейтсек 60 шығады. Ол бізде 5. 5-ті 4-ке көбейтсек 20 шығады екен. Келесі дәл солай талдаймыз. Бөлшектің бөлімде 12-ге тең екен. 3 сан қандай санға көбейтсек 12 шығады. Сонда 3-ті көбейтеміз 4-ке 12, ал 2 сан 4-ке көбейтсек 8 шығады екен. Енді 12-ні 5-ке көбейтсек 60 шығады, ал 8-ді 5-ке көбейтсек 40-ға тең болады екен. Дәл солай 5-ті көбейтеміз 2-ге 10, 10-ны 5-ке көбейтсек 50-ге тең болады. 6-ны көбейтеміз 2-ге 12, ал 12-ні 5-ке көбейтсек 60-ға тең болады. Келесі бөлшекті қысқартыңдар дейді. Бөлшектің бөлімі де алымда қандай санға бөлінеді, сол санды іздейміз. Яғни бөлінетін санның ең үлкені. Бізде 18 пен 15 саны 3 санына бөлінеді. Сонда бөлетін болсақ 6-тан 5 саны шығады екен. Дәл солай 30-дан 24. Бөлшектің бөлімі де алымда қандай бірдей санға бөлінеді. Бізде 6-ға бөлінеді. Сонда 24-ті 6-ға бөлсек 4 шығады, 30-ды 6-ға бөлсек 5-ге тең болады екен. Яғни бөлшектің алымында бөлімінде бірдей бөлінетін санды іздейміз. Және сандардың ең үлкені болу керек. Бізде 28 санын 4-ке бөлсек 7-ге тең болады, 32 санын 4-ке бөлсек 8-ге тең болады. Сонда 8-ден 7 саны шығады екен. Дәл осылай кез келген біреуін талдап көрсек болады. 700-ден 35 саны, яғни бөлшектің бөлімінде алымында қандай бірдей санға бөлінеді? Ол бізде 35 саны. Яғни 35-ті 35-ке бөлсек 1 болады, 700-ді 35-ке бөлсек 20-ға тең болады. Сонда бөлшегіміз 20-дан 1 болып қысқарады екен. Келесі 600-ден 24 санына бөлейік. Сонда 24-ке бөлсек 1-ге тең болды, 600-ді 24-ке бөлсек 25-ке тең болады екен. Дәл осылай талдап шығарылған есеп. Келесі бөлшектердің бөлімі 12 саны болатындай бөлшек түрінде жазыңыздар. Яғни бөлшектің бөлімі 12-ге келу үшін бірінші бөлшектің бөлімін қандай санға көбейту керекпіз? Бізде 2 болғандықтан оны 6-ға көбейтсек 12-ге тең болады. Бөлшектің бөлімін 6-ға көбейттік па, демек алымын да 6-ға көбейту керек. Сонда ол бөлшегіміз 12-ден 6 болып өзгереді екен. Келесі бөлшектің бөлімі 12-ге тең болу үшін бөлшектің бөлімін бізде 4-ке көбейту керекпіз. Бөлшектің бөлімін көбейткендіктен оны алымына да көбейту керек болады. Сонда 12-ден 8-ге тең болады екен. Келесі есебіміз. Бөлшекті қысқартыңдар. Бізде 2 санның екеуі бірде қандай санға бөлінеді, сол санды іздейміз. Бізде 15-тен 5 санын алдық, ол екеуі де бізде 5 санына бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлсек 1-ге тең болады, 15-ті 5-ке бөлсек 3-ке тең болады. Яғни олардың орнында 1 және 3 деген сандар қалды деген сөз. 6 мен 12 саны. 6 бізде 6-ға бөлінеді, 12 саны да 6-ға бөлінеді. Сонда 12-ні 6-ға бөлетін болсақ 2-ге тең болады, ал 6-ны 6-ға бөлетін болсақ 1-ге тең болады. Енді онда қалған сандар бізде 1 мен 3 болды, екеуінің көбейтіндісі 3-ге тең болды, ал бөлшектің бөлімінде 1 мен 2 қалды. Екеуінің көбейтіндісі 2-ге тең болады екен. Дәл солай кез келген тағы біреуін талдап көрейік. 24 пен 12 екеуі бірде қандай санға бөлінеді, соны іздейміз. Ол бізде 12-нің өзіне. 12-ні 12-ге бөлсек 1-ге тең, 24-ті 12-ге бөлетін болсақ 2-ге тең болады. Ал 81 саны мен 45 саны бірдей қандай санға бөлінеді? Ол бізде 9-ға бөлінеді. 81-ді 9-ға бөлсек 9-ға тең болады. 45-ті 9-ға бөлетін болсақ 5-ге тең болады. Енді қалған сандардың көбейтіндісін аламыз, яғни 9 мен 1-дің көбейтіндісі 9-ға тең, 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10-ға тең. Сонда ол 10-нан 9-ға тең болады екен нәтижесі.
Қорапшада 12 қалам бар, оның екеуі қызыл түсті. Жалпы 12 қалам бар, оның екеуі қызыл түсті. Қысқартып алатын болсақ, 6-тан бірі қызыл екен. 6-ауы көк түсті, яғни 12-нің 6-ауы көк түсті. Қысқартатын болсақ, 2-ден бірі көк. Қалғаны жасыл түсті дейді. Қалған жасыл түсті қанша екенін білу үшін жалпы 12 қаламнан бізде азайтамыз 6 қосылған 2, яғни 2 түсті қай қаламдардың қаншауы қандай түсті екенін білеміз. Қосып алайық. Онда ол 8-ге тең болады. Сонда 4-еуі жасыл түсті екен. Енді қанша бөлігі жасыл түсті екенін білу үшін 12-нен 4 деп аламыз. Оны қысқартатын болсақ, 3-тен бірі жасыл түсті болады екен. Және бөлшекті қысқартыңдар деген есеп берілген екен. Бізде алымын қосамыз, бөлімінде дәл солай орындаймыз. Және екеуі де бірдей қандай санға бөлінеді, соны табамыз. Бізде 35 пен 28-ның қосындысы 63-ге тең екен, оны 7-ге бөлетін болсақ, немесе 7-ге қысқартамыз деп айтайықшы, 63-ті 7-ге қысқартсақ 9-ға тең болады нәтижесі. Екіншісіне мән берсек, 75 санынан 33-ті азайтсақ 42-ге тең болады. Ал қосатын болсақ 75 пен 33-ті 108-ге тең болады. Екеуі бірде қандай санға бөлінеді, соны іздейміз. Бізде 6-ға бөлінген. 42-ні 6-ға бөлсек 7-ге тең болады. 108-ді 6-ға бөлетін болсақ 18-ге тең болады. Дәл солай есеп шығарылады екен.